Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай вафельницаны қажет етпейтін, десе де өте қытырлақ болып шығатын табада пісетін вафлидің жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, үстіне құм шекерді салып, бір миксерлеп аламыз. Массамыз бастапқы қалпынан 2-3 есеге ұлғаюы тиіс. Енді осы массамыздың үстіне ерітілген сары майымызды, бөлме температурасындағы сүтті және шым-шым тұзды салып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Ең соңынан ұнымызды салып, араластырамыз. Қамырымыз қатты қою немесе қатты сұйық болмауы керек. Егер де қою болып кетіп жатса, кішкене сүт құйып сұйылтамыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға осы видеода көрсетілгендей етіп кішкенеден құйып жаямыз. Орташа отта жақсылап қызартып аламыз. Егер де қаттырақ қызартпасаңыздар, қытырлақ болып шықпайды. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағына аударамыз. Екінші жақ қызарғаннан кейін кері аударып, осылай ыстық күйінде табада орап аламыз. Осылай күйіңкіретіп алсаңыздар, сонда керемет қытырлақ болып шығады. Енді ортасына салатын кремімізді дайындаймыз. Ол үшін піскен қойылтылған сүт және бөлме температурасындағы сары майды жақсылап араластырамыз. Неге вафлиміз піскеннен кейін, суығаннан кейін осындай қытырлақ болып шығады. Енді осылардың арасына қазір кремімізді салатын боламыз. Кремді осы вафлидің ішіне екі жағынан толтырып ағызамыз. Ортасына бұдан басқа заварной крем немесе сливкиден жасалған кремді де салуға болады. Енді осы дайын болған вафлиміздің екі жағын осылай жаңғаққа батырып аунатамыз. Бұл міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша жаңғақтарды қолданбасаңыз да болады. Мінекей осымен вафлиміз дайын. Үстіне осылай қант ұнтағын сеуіп әсемдесек те болады. Жасап көруге баршаңызға кеңес беремін. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.